Саламатсыздар балалар, әдебиеті оқу пәні 98-ші сабақ. Бүгінгі сабағым тақырыбы тауларым бар тізілген. Бүгінгі сабақта өлеңнен көркем сөздер табасың және пайдаланасың. Бірінші тапсырма: Қазақстан тауларын толықтырып ата. Қай өңірде екенін айтып көр. Қаратау, Алатау, Алтай, Ұлытау және Тянь-Шань, Мұғалжар таулары бар. Жамбыл Жапаев 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы дүниеден озды. Халық ақыны, қазіргі Жамбыл облысында туған, Ленинградтың өнері, тағы басқа өлеңдері бар. Өлеңді түсініп оқы. Алатау. Тізілген таулары бар Жетісудың, ішінде орман тоғай біткен нудың. Дариядай сол таулардан тулап тасып көресің, тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп, тіл жетпейтін. Өрік пен алмал мұрт жемістер көп, бір татсан аузыңнан дәм кетпейтін. Қарлы тау басы биік мұнар кетпес, сырласып бұлттар менен болған кептес. Түрлі аңдар мекен етіп өніп өсіп, жүреді бір-бірімен боп тілектес. Арыстан, аю қасқыр, түлкі борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жортып. Тулаған аққан бұлақ тасқынында, асаудай ойнақ салар балық шошып. Жамбыл Жабаев. Ну дегеніміз бұл жерде қалың деген мағынаны білдіріп тұр. Мұнар дегеніміз бұлыңғыр. Кептес бұл жерде тілдесу, сөйлесу деген мағынада айтылып тұр. Өлеңдегі ақын ойын және сөзін пайдаланып дәптердегі кестені толтыр. Ағын су дегеніміз дариядай сол таулардан тулап тасиды. Өрік, алма, алмұрт таудағы жемістері, олардың дәмін айтып тұр. Бір татсан аузыңнан дәм кетпейді дейді. Арыстан, аю, түлкі, қасқыр, борсық, сілеусін жолбарыс таудағы аңдар. Олар түнде жортады дейді. Тау суындағы жәндік балық, оның қимылы асаудай ойнақ салады дейді. Еліміздегі қай тауға барып көрдің? Тау табиғатын әңгімелеп бер. Ақын сөздерін қолданып сөйле. Еліміздегі Алатау тауына барып көрдім. Алатаудың ішінде орман, нуы тоғай бар. Сол таудан дариядай асып тасып бұлақ ағуда. Бұл тауда әртүрлі аңқұстар мекендейді, аузыңнан дәмі кетпейтін түрлі жеміс ағаштары өседі. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.